Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Құтқарушылар 48 жастан бастап зейнетке шығуға мүмкін бе? Премьер-министр Әлихан Смайылов Сенат депутаттарының сауалына берген жауабында құтқарушылардың зейнет жасы төмендейтінін мәлім етті, деп хабарлайды Бақ қызы Қазақпаратқа сілтеме жасап. Құтқарушылардың зейнет жасына келсек, қазіргі таңда төтенше жағдайлар министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірге құтқарушыларды азаматтық қызметшілер санатынан азаматтық қорғаныс санатына өткізу мәселесін пысықтап жатыр, делінген жауапта. Айтуынша, осының арқасында құтқарушылардың зейнетке шығу жасы 48 жасқа қысқарады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.